Құрметті оқырман, Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасына қош келдіңіз. Облыстық кітапхана тарихымен таныс болыңыз. Кітапхана алғаш рет Талдықорған қаласында 1945 жылы құрылды. 1956 жылы облыстық кітапхана мәртебесін алды. 1964 жылы кітапханаға мемлекет қайраткері, ақын жазушы Сәкен Сейфуллиннің есімі берілді. Сол кезде кітапхана қорында 200 мыңға жуық кітап қоры мен оқырмандарға қызмет көрсетілді. 1998 жылы Талдықорған облысы Алматы облысына қосылуына байланысты Сәкен Сейфуллин атындағы Талдықорған облыстық кітапхана жабылып, 2003 жылы Алматы облысының орталығы Талдықорғанға ауыстырылуына байланысты Сәкен Сейфуллин атындағы Алматы облыстық әмбебап кітапханасы мәртебесіне ие болды. 2022 жылы Алматы облысы екіге бөлініп, қазіргі таңда кітапхана Жетісу облысының орталық кітапханасы болып, 170 мың кітап қоры мен оқырмандарға қызмет көрсетуде. Кітапхана құрылымында кітапханаларды дамыту, оқырмандарға қызмет көрсету, ақпараттық библиографиялық қамтамасыз ету, негізгі қорды сақтау, құжаттарды жинақтау, өңдеу және каталогтарды ұйымдастыру, техникалық қызмет көрсету және бағдарламалық қамтамасыз ету бөлімдері бар. Кітапхана оқырманы болу үшін жеке құжат арқылы тіркеуден өтіп, 1 жылға оқырман билеті беріледі. Оқырмандарға қызмет көрсету бөлімі түрлі білім саласында әдебиеттер және мерзімді басылымдар мен оқырман сұранысын қанағаттандырады. Абонемент бөлімі көркем әдебиеттерді 15 күндік мерзімге үйге алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ оқу залында отырып кітаптарды оқуға болады. Оқырмандарға интернет желісін пайдалану үшін ашық Wi-Fi ұсынылып, QR код берілген кітаптарды электронды түрде оқу мүмкіндігі бар. Жұмыс уақыты дүйсенбіден жұма күндері сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, сенбі күні 10:00-ден 17:00-ге дейін үзіліссіз кітапханалық қызмет көрсетеді. Демалыс күні жексенбі. Әр айдың соңғы күні тазалық күні. Кітап сүйер қауым, сіздерді кітап көрмелерімен танысуға, кітап оқуға шақырамыз.